Баршаңызға сәлем достар, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, астына пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздерге ағзаны тазалайтын 10 өнімді ұсынатын боламын. Біз күнделікті тұтынатын кейбір азықтар ағзаны сапалы түрде тазартады. Негізінде жаман әдеттер, дұрыс тамақтанбау, экологияның нашарлауы ағзаға кері әсер етіп, улы заттардың жиналуына себеп болады. Ағза уланған кезде адамның сыртқы келбеті өзгереді, шашы түсе бастайды, тырнақтарының күйі нашарлайды. Егер өзіңізде осындай белгілерді байқасаңыз, дереу мына азықтарды жеуді бастаңыз. Қырыққабат бауырды тамаша тазартады, ішектің жиырылуын арттырады, ағзадағы зиянды заттарды шығарады. Құрамындағы күкірт денедегі зиянды заттарды жоюға көмектеседі. Грейпфрут барлық органдарды қалдықтан тазартуға қабілетті. Аз мөлшерде инсулин бөледі. Көк шай ағзадағы майларды ыдыратады. Ауыр тұздар мен металдарды жояды. Жасуша жүйесінің дәрумендік минералдық құрамы артады. Сүйек нығайып, иммунитет күшейетін болады. Зәйтүн майы бұлшық ет және сүйек қимыл жүйесін нығайтады. Ісік ауруларының алдын алады. Ас қорыту жүйесін жақсартады. Ағзадағы шлак пен токсиндерді айдап шығаруға көмектеседі. Зімбір ағзадағы аллергендерді, химикаттарды жояды. Қалдықтардан тазартады. Тағамды тез сіңіруге көмектеседі. Зімбір ас үйіңізден үзілмегені абзал болады. Балдыр көк. Бұл көкөніс қанды тазалайды. Несеп жолдарының жұмысын жақсартады. Қалқанша безі ауруларының алдын алады. Бүйректі аурудан қорғайды. Оған қоса асқазан, ас қорыту жүйесінің жолдарын жақсартып, ағзаны улы заттардан тазартады. Қызылша бұл көкөніс жасұнық пен органикалық қышқылға бай. Ішектегі шлакты, токсинді тазалау үшін қызылша жеуге әдеттеніңіз. Әсіресе бауыры ауыратын науқастарға керемет дәрі екенін біліңіз. Одан бөлек ағзаға күш беріп, қан қысымын қалпына келтіреді. Қатерлі ісік ауруларымен күресіп, буын ауруларын емдейді. Әрі артық салмақтан арылтады. Көкөністің құрамындағы минералдар мен химиялық заттар ағзаның инфекцияға қарсы күресу қабілетін арттырады. Қан мен бауырды тазалайды. Саңырау құлақ ішекті тазартуға таптырмас өсімдік. Біз қазақтар қорқа жеп жүрген бұл өсімдіктің ағзаға пайдасы ұшан теңіз. Қандағы қант деңгейін реттеуден бастап, жүрек қан тамырларының холестерин деңгейіне дейін көмектеседі. Мүмкіндік болса дастарханыңыздан саңырауқұлақ түспегені абзал. Сарымсақ құрамында токсиндерді бейтараптандыратын және ақ қан жасушаларының қалыпты күйін сақтайтын аллецин бар. Бұл көкөніс тыныс алу мүшелерін тазартады, қанның жаңаруына ықпал етеді. Сонымен қатар никотинді денеден шығаруға мүмкіндік береді. Сондықтан темекімен қоштасқысы келетіндерге сарымсақ жеуге кеңес береміз. Аталған көкөніс дәрумендердің, минералдардың, қышқылдардың, азотты және күкіртті заттардың қайнар көзі болып табылады. Ал құрамындағы глутатион бауырдың зиянды заттарды сіңіріп, оларды жойып, өт қышқылдарымен бірге денеден шығаруына ықпал етеді. Ағзаны тазарту үшін лимон шырынын ішу керек. Бұл жүрек пен бауырдың жұмысын ынталандырады. Тастың пайда болуына жол бермейді. Құрамындағы С дәрумені жүрек тамыр жүйесіне пайдалы. Лимон ағзаның пайдалы ферменттер өндірісін белсендіруге, сондай-ақ токсиндердің суда еритін түрге айналуына ықпал етеді. Осының нәтижесінде ағзадан тезірек шығады. Лимон шырынында қатерлі ісікпен күресетін 20 мыңнан астам заттар бар. Сонымен қатар оны үнемі тұтыну дененің қышқылдығын қалыпқа келтіруге мүмкіндік беруге көмектеседі.